тубасы шағында шалғайға сүт шапағын бар алаш болысына деген Байби ауылының аяулы азаматы ақ дос айырбасқа кірмейтін арықты Қазақстан Республикасы ішкі істер органының қызметкері полиция капитаны Жұмабаев Мұратбек Мұралбекұлын еске алуға арналған облыстық ашық турниріне қош келдіңіздер. Бүгін Кеңгірбай ауылының азаматтарының ауызбіршілігінің арқасында Абай ауданы әкімдігінің қолдауымен Мұратбек Мұралбекұлын еске алуға арналған ашық турнирге 18 елді мекеннен командамен волейболдан жарысқа келген жарысқа қатысушыларға жалынды сәлем құрметті ағайын. Алтындаған көңілімен, елгезек мінезімен, ақ жарқын жүрегімен барша ауылдастардың туған туыс Абай еліндегі өзі таныған барша азаматтың көңілінде жүрегінде қала білген. Небәрі орнымыздан 30-дан асқан шағында тәжірибелдің тырнағына ілініп, арамыздан қабырғамызды қайыстырып кеткен Мұратбек бауырымызды еске аламыз деп, барша достары, ауылдас аға бауырлары аяқтарынан тік тұрып, бүгін мінекей үлкен облыстық турнир ұйымдастырдық ағайын. Осыған бірлік болып жатқан барша азаматтарға ел атынан алғыс білдіреміз. Жарысқа қатысушы команда саны көбірек болғаннан кейін алты уақытты алмай салтанатты түрде жарысымыздың ашылу бөлімін бастауға рұқсат етіңіздер. Жарысқа қатысушы командаларды ортаға шақырайық құрметті ағайын. Қолдап қошемет көрсетіңіздер.
жалындаған жасымен, ақылымен, асқаршылдай асымен, дос туыстың жүрегінде сақталған айырбасқа қимайтұғын асылен, жалпақ жұрттың ақтай білген сенімін, ел дегенде көлдиеді көңілің, тәж тажалдың тырнағына ілініп, мұратына жетпей кеткен бегінім. Ардақты ағайын, баршаларыңызды бүгінгі турнир иесі, Қазақстан Республикасының ішкі істер органының қызметкері, полиция капитаны, Абай ауданы Кеңгірбай ауылының тумасы, Абай елінің аяулы азаматы, ардақты дос, аяулы іні Мұратбек Оралбекұлын бір минуттық үнсіздікпен еске алуға шақырамыз. Құрметті жарысқа қатысушылар, бүгін бірегей болар елдің баласын білім беріп батыр демекші, көзден кетсе де көңілден кетпейтін асыл достарын, аяулы бауырларын еске алып жатқан Кеңгірбай би ауылының тұрғын азаматтарының жұмыла көтеріп, үлкен естелік, бүгінгі ұрпаққа үлгі болатындай өнегелі іс жасап жатқаны, осыны қолдап жатқан аудан әкімдігі спорт бөліміне ұйымдастырып жатқан Мұратбек Оралбекұлын еске алуға арналған облыстық ашық турнирді ашу үшін алдымен баршаларыңызды көк байрағымызға бет түзеп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік ән ұраны. Құттықтау үшін сөз Абай ауданы әкімінің орынбасары Смағұлов Ержан Серікболсынұлына беріледі. Спорттер қауым, бүгін міне өздеріңіз көріп тұрғандардай үлкен қонақ бәсеке басталайын деп жатыр. Оның негізгі себебі ортамызда ініміз біреуге аға, біреуге жар, біреуге бала бола білген елдің азаматы, полиция департаментінің ішкі істер органының капитаны Мұратбек Оралбекұлына арналып волейболдан үлкен жарыс дейін жатыр. Бұл жарысты ашығын айту керек. Сен досыңның кім екенін
мақалдың кесірінен өмірден кетті. Бірақ міне өздеріңіз көріп тұрғандардай, оның жаста 30 жасында дүниеден озса да ісі артында мәңгілік қала бермек. Соның себебі осы көріп отырған жастардың. Енді не айтамыз? Естуіміз бойынша бұл командаға жаңа айтып та өтті жүргізуші алыс жақыннан басқа облыс, басқа аудандардан мына Семей қаласының департаментінің басшысының орынбасары Ернар Мейрамбекұлының арнайы келіп қолдау көрсетіп жатқаны бұл жақсы одан сайын қызығады деп ойлаймыз. Сондықтан келген командаларға сәттілік тілейміз. Тек мықтылар жеңіске жетсін. Көптен рахмет. Бәріміздің асыл бауырымыздың ардақты әкесі, біздің әкеміз бүгін мінекей орны толмаса да ауылдастардың, достардың ұйымдастырып жатқан шарасына арнайы келіп, көңілін, ауылға деген өзінің жүрегін, лебізін білдіріп жатқан Оралбек әкемізге келесі сөз кезегін береміз. Құрметті ағайын, құрметті ауылдастар, құрметті спортшылар, кейбірлер. Мынау енді бүгін менің балам Мұратбектің еске алу кешіне келіп жатсыздар. Көп рахмет. Мынау ұйымдастырып жатқан ауылдың азаматтары, бірге жүрген жолдастарым, бәріне көп рахмет айтамын. Осындай іс-шараны ұйымдастырып жатқан енді менің балам да осы спорт саласына, спорттың ішінде осы волейболды жақсы құмартып ойнайды. Енді тағдыр жаңа айтып жатыр, 30 жасында өмірден озып, кешегі күн сол туған күніне байланысты мына ауыл азаматтары еске алып жатыр. Енді көп рахмет. Енді спортшыларға жақсы ойын өрнегін көрсетіп, жүлделі орыннан көрдіңіздер. Енді осы отырған қауым бәріңізге көптен көп рахмет айтамын. Аман болайық, отбасы, ошаққасы бәрі аман болсын, жақсылық болсын, жақсылықта ғана кездесуге қарай. Ардақты ағайын, құрметті жарысқа қатысушы қонақтар, келесі сөз кезегі Абай облысы полиция департаменті бастығының орынбасары, полиция полковнигі Базаров Ернар Мейрамбекұлына беріледі. Құрметті жарысқа қатысушылар, барлықтарыңыз бүгін осылай келіп, біздің әріптесіміз, бір жағынан бауырымыз Мұратбек Оралбекұлын еске алу жарысына қатысып отырғандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Осылай бір ауыздай жиналып, жан-жақ облыстардан, аудандардан барлықтарыңыз келіп жатсыздар. Енді жарысқа қатысушыларға тілейтін сәттілік осы Абай өңірінде, Абай ауданының, осы Қарауыл ауылының азаматтарына, жас өспірімдерге, жастар өсіп келе жатқандарға әдемі ойын көрсетейік. Мықты команда бірінші орынға жетсін. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Және де Мұратбек туралы айтатын сөз көп. Жұмыс саласында болсын, спорт саласында болсын, ол көп жетістіктерге жетті. Жаңа әкесі осы жерде Оралбек ағамыз айтып кеткендей, ол Семей қаласы волейбол құрама командасының мүшесі болған, сол волейболдан біраз жетістіктерге жеткен. Енді сіздер рұқсат етсеңіздер, осы Абай облысы полиция департаментінің бастығының осындай ұл тәрбиелеп өсіргенге Оралбек ағамызға алғыс хат бар еді, соны жеткізейін. Қадірлі Жұманбаев Оралбек Рахатұлы, ұлыңыз Жұманбаев Мұратбек Оралбекұлын бүкіл саналы ғұмырын құқық қорғау саласына арнаған, қызметтік міндеттерін адал атқарып, өз саласының кәсіби маман екенін таныта білгені, ол өзі ортасында жігерлі мінезімен, батыл қадам жасай білетін қайсарлығымен және адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленді. Осындай өз еліне, отанына адал қызмет
жігіттерді тәрбиелеген сіз сияқты әкесіне алғыс білдіреміз. Абай облысы полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Бектөре Сұлтан Жеңісбайұлы. Келесі сөз жарысты ұйымдастырушылардың атынан Кеңгірбай би ауылының білекті жүректі Мұратбектей бауырларын, ағаларын, інілерін еске алып осынау іс-шараны өткізіп отырған барша Биата ауылының жігіттерінің атынан жақын досы, бала күннен тай құлдай теп сөзген досы жақын Асқарұлы беріледі. Құрметті Абай ауданының тұрғындары, қадірменді спортшылар, бүгінгі жарысқа келгендеріңізге Кеңгірбай би ауылының жастар атынан алғыс білдіремін. Енді Мұратбек жолдасымыздың атына ұйымдастырылып жатқан облыстық ашық турнир ол тек қана достарым емес, және аудан әкімшілігі де айтып отыр ғой, біздің ауылымыздың еңкейген қариясынан еңбектеген жас балаларға атсалысты. Бұл күнге қойылу себебі осыдан 2 күн бұрын досымыз 32-ге толып болды. Сол күнді арнайы жақын жұма сенбі күндерде болып отырмыз ағайын. Енді бір қысқа айта кететін нәрсе, біз 30 жыл бірге жолдас болдық, 25 жыл осы туған күнін бірге өткізсек, екісі күні осы Құралбек әкеміздің туған күні болатын, соны ешкімсін ұмытпағанбыз. Құралбекға енді Мұратбек жоқ болса да, қаншама ұлдары, әр тұрған жолдастардың өзі ұл деп біліңіз. Енді ұлы жоқ екенін білдіртпей, жолдастар атынан ат мінгізбесек де иығына шапан жауамыз. Сондай-ақ осы бүгінгі өткізілген іс-шарадан әкемізге ескерткіш болсын деп, осы жарыстың бір медалін тауып рұқсат етті. Ағайындар, жолдасымызбен бірге өткен кезде осыдан 2016 жылы отап орған Жұбай Қалбайдардың да бізде оны елеп ескеріп, достар атынан бір шоқ, бір бекешке тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ардақты ағайын, бүгінгі өткізілген іс-шараға Абай ауданының әкімшілігі бастатқан әрбір мекеме салаларының басшылары атсалысып отыр. Ел ағаларына Кеңгірбай би ауылы жастар атынан бір шын өзіміздің алғысымыз бар еді, соны алғыс етіп рұқсат етіңіздер. Алғысқа құрметті Нұржан Оразбекұлы, сізді Абай ауданы Кеңгірбай би ауылының тұрғыны болған, ішкі істер органында қызмет атқарған, полиция капитаны Мұратбек Оралбектің есімі арналған волейболдың облыстық ашық турнирге қосқан үлесі үшін алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Ізгі ниетпен Кеңгірбай ауылының жастары. Осындай тегісте шарадан құрылған өзіміздің Абай облысының полиция департаментінің жұмысына алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ осындай тегісте мәслихат бөлімінің басшысы Мақсат Сұлтанұлы. Осындай тегісте Асқар Мамаев ауылының ардагері. Ардақты ағайын, осы жарысты ұйымдастыру кезде Абай елінің дүлдүл ақыны, кешегі ақын жырларының жалғасы болған Абай шәкірімдеріміздің салушы, кейінгі осы жастардың ішінде ол тілде мұра бабамызды осы Абай еліне
Абай облысына, Қазақстанға аты мәшһүр болған Бақытжан ағамызға алғыс білдіреміз. Ақын Айбақшан әдебиет сүйген Бақытжан. Естелік болсын деп Кеңгірбай биология жастарынан Қабдеш Жұмадиевтің «Дарабоз» кітабын тапсырғымыз келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ардақты ағайын, жаңа жарқын бауырымыз айтып жатқандай, расында Пията ауылының, Кеңгірбай би ауылының еңкейген қартынан еңбектеген баласына дейін осы жарыстың өтуіне атсалысып жатыр десе артық айтқан емес. Енді барша сол ауылдағы азаматтардың, Кеңгірбай би ауылындағы барша ағайынның атынан Кеңгірбай би ауылдық округінің ақсақалдар кеңесінің төрағасы, абай елінің құрметті ағаларымыздың бірегейі Асқар ағамызға сөз кезегін берейік. Жарысқа қатысушыларға бақ тілеп, бата тілек ретінде елдіріңіз. Құрметті жамағат, алыс жақтан келген жоғары достар, алыс ауданнан келіп жатқан спортсмендер, Абай еліне, Мұхтар еліне, Шәкәрім еліне қадамдарыңыз құтты, берекелі болсын. Енді жаңағыда сөйлеген азаматтар айтып жатыр ғой енді. Мына жерде тиіп тұрған Кеңгірбай би ауылының тумасымын, сол ауылда өстім, сол ауылда жеттім. Жаңа Мұратбек жаңа алдында сөйлеп кеткен, менің балам екеуі түйде құрдас, бірінші кластан бастап бір оқыды. Өзі көрші, өзі туыс, өзі балам, өзі інім. Аяқ астынан осы можал ортамен алып кетті. Қамшыламыз қайыстырып, жүрегіміз ауыртып, ол енді әрбір баста бермесін деген тілек. Жасы жетіп бара жатса, Құдайға тәуба дейміз, жасы жетті, жасар жасады. Мына мен осыға жаңа тамамын кезде қамшыламыз алып, жүрегіміз қайыстырып кетіп маған өте ауыр болды. Сондықтан да бүгінгі мынаны ұйымдастырып жатқан, шараны ұйымдастырып жатқан мынау ауылдың жастарына, бірге сыныптастарына бәрінен өз жерімнен рахметті айтамыз. Оны қолдаған мына аудан әкіміне, аудан әкімі Нұржан мырзаға, мәслихат хатшысына, облыстан келіп жатқан бауырымызға көп рахмет. Бұндай турнир әр жерде бола бермейді. Ол елге деген, жерге деген, балаға деген, әкеге деген, анаға деген құрметтеріңіз қайда құтты болсын, аты жақсылық берсін. Тек қана Абай еліне келгенде, ұйып башқана келгенде. Маңызды емес қанша жасқа толғаның, ақылың мен күш-жігерің қорғаның. Бір адамдар ғасыр жасауы да мүмкін, бірақ орындай алмай кетуі де мүмкін шығар арманым. Маңыздысы елім деп, жүрегім деп, жерім деп соғып жүрегім, бұл өмірде қандай адам болғаным. Расында жарық жанған жұлдыздай жарық етіп жоқ болса да, ордамыздар 30 шағында өмірден өтсе де, қаншама дос-жаранның, туыстың, елдің жүрегінде қала білген, еңбегімен де өзінің ордасынан үлкен дәрежеге жеткен ініміздің бұл турнир бүгін алғаш басталып отса дәстүрге айналады деген сенімдеміз. Өйткені оның есімін, жарқын көңілін, досқа деген, туысқа деген, елге деген, жанындағы жан сүріндірген достары әрқашан оны жалғастырады деген сенімдеміз. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі демекші, бір-бірімізді қолдап қолпаштап жүрейік. Қазақтың жігіттері бірін-бірі қолдап қолпаштап, әр нәрсенің барында жанымызда жүргенде қатты жүрегіне жазсын. Қаламқас қалған ансамблінің әншісі, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Майдашев Қонысбек ағамыздың орындауында тамаша ән болсын. Біздің елдің жігіттері. Біздің елдің жігіттері
жарысқа қатысушы командалар сіздерге қамыс болуыңызға хабарландыру. Жеребе тартылып 4 топқа бөлінген болатын. Бірінші А тобы мен Б тобына 5 командадан түскеннен кейін бұл командалар А тобы Қарауыл гимназиясының спорт залында жарыстарын өтеді. Б тобы жалпы білім беретін орта мектептің спорт залында, ал С тобы мен Д тобы осы спорт модулін өтетін болады. Бүгінгі жарысқа жалпы ауыл азаматтары қолдау көрсетіп, үлкен жүлде тегін отыр. Бірінші орын 300 мың теңге, екінші орын 200 мың, үшінші орын 100 мың теңге. Және де арнайы жекеде сыйлықтар бар. Абай ауданының полиция бөлімі арнайы жүлде тегін отыр. 50 мың теңге ақшалай сыйлық. Үздік командаға жеке номинация бар. Осы сияқты қаншама азаматтардың тегін отырған үздік ойыншы, үздік шабуылшы деген сияқты номинацияларға тігілген жүлделер бар. Баршаларыңызға сәттілік тілейміз. Қазір жарыс басталады. Сағат 2-де Бөкенші баба қатымханасында Мұратбек Оралбекұлының марқұмның рухына арналған құран бағышталады. Сол жерге барша осы спортшыларды сол жерде күтеміз. Сәттілік, жарыс сәтті өтсін. Жүлделерге жеңімпаздар жүлделерге өтсін. Жарысымызды бастаймыз. Қазір менің қонақтарымыз келіп жатыр. Дене шынықтыру және спорт қоғамы, Динамо қоғамының бастығы Резин Ербол Қайрат ағамыз осы жарысқа арнайы келіп жатыр. Қазақстанның қазақ елінің мақтанышы Ерасыл Қажыбаев бауырымыз келіп жатыр. Апатес балуан. Қазақстан барысы турнирінің 2 дүркін күрес жүлдегері. Дзюдо күресінен, сабы күресінен, қазақ күресінен әлемдік дәрежедегі спорт шебері, дзюдодан Қазақстанның ұлттық құрама командасының мүшесі Ерасыл Қажыбаев. Мұратбек бауырымның қажылдан ішкі істер департаментінің қаншама қызметкерлер келіп, Мұратбекпен бірге дәрмес болған, жолдас болған азаматтар келіп жатыр. Баршаларыңызға қош келдіңіздер. 2 күнге созылатын жарысымызды тамашалап, осы жарыстың сәтті өтуіне баршаларыңыз атсалысыңыздар, жанкүйер болайық, жеңімпаздар жеңіске жетсін. Ал сәтті